Xayrlı күн оқушылар. Бүгін математикалық сауаттылық бойынша нұсқа талдаймыз. Алдыңғы видеоларда осы нұсқаның 10 есебін талданды, енді қалған 5 есебі қалды. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса есебімізді бастаймыз. Бірінші тапсырма. Сыныптағы қыздар ұлдардан 25%-ға артық және барлығы 27 оқушы екені белгілі. Сыныпта қыздардың саны ұлдардың санынан нешеге артық екенін табыңыз дейді. Енді мына жерде біз есептің шартын құрып алайық. Қыздар, сосын ұлдар деп жазып қояйық. Бізге ұлдарды x деп белгілесем, қыздар одан 25%-ға артық. 25%-ға артық десем, осы x-тің 25%. Сол қосылады. X-ке қосам 0,25x-ті. Онда қыздардың саны 1,25x болады екен. Енді барлығы бізде 27 оқушы. Олай болса, мұны қыздар мен ұлдардың санын қосамда 27-ге теңестірем. Ары қарай теңдеуді шығарайық. 2,25x тең 27. X-ті табу үшін 27-ні бөлем 2,25-ке. Сонда X-тің мәні менде шығады 12. Бұл дегеніміз ұлдардың саны. Енді қыздардың саны керек. Бұл ұл. Енді қыздың саны табу үшін 27-ден 12-ні алып тастасам, менде 15 шығады. Енді есептің шартында бізге сыныпта қыздардың саны ұлдардың санынан нешеге артық екенін тап дейді. Олай болса, 15-тен қыздың санынан ұлдың санын алып тастаймыз екен. 3 балаға артық екен. Жауабы міне. С жауабы. Ары қарай келесі есеп. Математика пәнінен қалалық олимпиаданың бірінші кезеңінен оқушылардың алған ұпайлары төмендегі диаграммада көрсетілген. 17 ұпайдан төмен ұпай алған оқушылар олимпиаданың келесі кезеңіне өтпейді. Олимпиаданың келесі кезеңіне неше оқушы өтетінін анықтаңыз дейді. Енді бұл жерде мынау бірінші Жанел деген оқушы. Оның мына 4 тапсырма бойынша алған ұпайларын қосайық. 10, 21 болады екен. Мынанікі 10, 20 екен. Келесі мынау 17. Мынау келесі 16. Мынаны қоссам 18. Мынаны қоссам 17. Сонда бізге 17 ұпайдан төмен ұпай алған оқушы дейді. Төмен ұпай алған оқушы келесі кезеңге өтпейді. Бізге төмен ұпай алып тұрған міне Асқар деген оқушы, қалған 5 оқушы өтеді. Жауабы сонда бізде 5 екен. 5 деген жауап. 5. Міне жауабы. Келесі 13-ші тапсырма. Жарты минут 2,5 сағаттың қандай бөлігі екенін анықтап, жауаптардың арасынан сол саннан 300 есе артық болатын санды тап дейді. Енді бізде есептің шартын жазайық. Енді жарты минут бізде. Жарты минут. Бұл 0,5 минут деп алайық. Сосын ол 2,5 сағаттың қандай бөлігі екенін анықтап дейді. 2,5 сағат дегенді ол минутқа айналдырайық. Бізде 1 сағатта 60 минут болса, 2,5 сағатта қанша минут бар екенін табу үшін 2,5 сағатты 60 минутқа көбейтеміз. Сонда бізде ол 150 минут болады екен. 150 минут. Енді жарты минут 2,5 сағаттың қандай бөлігі екенін табу үшін 150-ден 0,5 деп бөлшек түрінде жазамын, қандай бөлігі екенін табу үшін. Екі жағында 10-ға, алымында бөлімде 10-ға көбейтіп жіберсем, мынандай сан шығады. 5-ке қысқартып жіберейін. Мында 1, мында 300. Яғни жарты минут 2,5 сағаттың 300-ден 1 бөлігі екен. Жауаптардың арасынан сол саннан 300 есе, осы саннан 300 есе артық болатын санды табу үшін осы санды 300-ге көбейтем. 300 есе артық болатын сан ол 1 екен. Жауап міне, В жауабы. Келесі. Дорбада бірдей пішінді 9 боялмаған және 6 боялған асық бар.
дорбадан 2 асық суырылды. Алынған 2 асықтың да боялмаған болуы ықтималдығын табыңыз дейді. Енді ары қарай бұл есепті қалай шығарамыз? Бізде барлығы 9-ға 6-ны қоссам, бізде 15 асық бар. Енді дорбадан бірінші бір асық алам. Яғни бір асық алу деген сөз 15-тен 9. Мына бір асық алғанда. Бір асық алып кеткеннен кейін дорбада бізде 14 асық қалады. 14 асықтың 8-і ақ болады екен. Бізге 8-і боялмаған болады екен. Ары қарай есептейік. Мына екеуі 3-ге қысқарады. 3, мына екеуін 2-ге қысқартамын. Қалған екеуін көбейтсек 5 7 35, 3 4 12. Сонда 35-тен 12 деген жауап, мына жауап болады екен. Келесі, Бақжанның бірінші күні оқыған кітап бетінің екінші күні оқыған кітап бетіне қатынасы 8-дің 5-ге, ал екінші күнісінің 3-ші күнге қатынасы 10-ның 7-ге қатынасындай. Егер Бақжан бірінші күні 3-ші күнге қарағанда 45 бет көп оқыған болса, онда екінші күні қанша бет оқығанын табыңыз дейді. Енді мына жерде есептің шартын құрсақ, бірінші күні, екінші күні, 3-ші күні деп жазып алайық. Бірінші күні, екінші күні, 3-ші күні деп 3 әріппен белгілеп қойсақ, мынадай теңдеулер жүйесін құруға болады. Бірінші күні оқыған кітап бетінің екінші күні оқыған кітап бетіне қатынасы 8-дің 5-ге қатынасындай деп былай жазам. Ал екінші күнінің 3-ші күнге қатынасы бұл 10-ның 7-ге қатынасындай. Егер Бақжан бірінші күні 3-ші күнге қарағанда 45 бетті артық оқыған болса дейді. Бірінші күнгіден 3-ші күнгіні алып тастасам 45 болады деген сөз ол. Енді ары қарай шығарайық. Енді бізде екінші күні қанша оқыған, мына екінші күнгі Y тапсақ жеткілікті. Ол үшін мына жерден мен X-ті Y арқылы өрнектей алайын. Ол үшін 8Y-ті 5-ге бөлем. 8Y-ті 5-ге бөлсем, менде 1,16Y болады. Мынадан Z-ті X арқылы өрнектеймін. Z дегеніміз бұл X алынған 45 болады. Енді мына жерге мына Z-тің орнына қояйын десем, мына жерде X тұр. Олай болса X-тің орнына мына 1,6-ны қойып алайын осы жерден. 1,6Y минус 45 деп шығады X-тің мәні. Енді орнына қояйын. Мына екінші теңдіктегі Y тұра береді. Z-тің орнына менде Z-тің орнына мынаны қоям. 1,16Y минус 45 дегенді қоям. Тең болады 7-тен 10. Енді пропорцияның қасиеті бойынша орта мүшелерінің көбейтіндісін шеткі мүшелерінің көбейтіндісінен көбейтем. 10-ды мынаға көбейткенде 1,16Y болады. Минус 450 болады. Енді Y-терін бір жағына шығарсам, минус 9Y-ні алып тастағанда минус 450. 450-ді 9-ға бөлсем, Y-тің мәні 50 болады екен. Сонда менде екінші күнгі оқыған кітабының саны 50 екен. Басқалары қажет жоқ, бізге есептің шарты бойынша екінші күнгіні тап деп тұр. Міне жауабы. С жауабы. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңа көп рахмет.